Hello! Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ тақырыбы артикльдер. Жалпы артикль ұғымы қазақ тілінде де, орыс тілінде де жоқ. Сондықтан көп тіл үйренушілерге артикльдер бірнеше қиындықтар тудырады. Жалпы ағылшын тілінде артикльдерді біз тек қана зат есімдермен ғана қолданамыз. Осы ережені еске сақтап алыңыздар. Артикль плюс зат есім. Енді артикльдің ағылшын тілінде екі түрі бар. Ол анықталған және де анықталмаған. Ең алдымен анықталмаған артикльден бастайық. Ол яғни a артиклі. Оны біз қай кезде қолданамыз? Оны біз зат есімнің жекеше формасымен, сонымен қоса ол зат есім саналатын зат есім болу керек. Яғни ағылшын тілінде зат есімдер бөлінеді. Жалпы саналатын зат есім және де саналмайтын зат есім. Саналмайтын зат есімдер мысалы су, қант, ұн және тағы да басқалары. Ал саналатын зат есім, яғни адамды санай аламыз, кітапты, қаламды санай аламыз, үйді санай аламыз. Сондай зат есімдермен біз a артиклін қолдануымызға болады. Мысалы, I am a student. Мен студентпін. She is a teacher. Ол мұғалім. Және де осы a артиклі one сөзін білдіреді. Демек, one деген бір дегенді білдіреді ғой, one сөзінің қысқартылған түрі болып табылады. Мысалы, мен бір мұғаліммін, ол бір оқушы, бұл бір кітап деп қолданамыз. Бірақ аударған кезде бұл аударудың түк қажеті жоқ. Тағы бір мысал келтірейін сіздерге. I have a car. Менің көлігім бар. Және де сіз жазғанда мұқият болуларыңыз керек. Егер a артикльден кейінгі зат есім дауысты дыбыстан басталса, онда ол n-ға ауысады. Мысалы, an apple, an umbrella, an interesting book және тағы да басқалары. Және де қараңыздар, сын есім қосылған зат есім. Бұл кезде біз a артиклін қолданамыз. Жаңағы айтып өткендей, қызықты кітап, ақылды оқушы, әдемі қыз, she is a beautiful girl, he is a smart student және тағы да басқалары. Демек, a артиклі дегеніміз бір деген мағынаны білдіреді. Және де біз оны тек қана зат есімнің жекеше түрімен, сонымен қоса зат есім саналатын болу керек. Ал енді анықталған артикльге назар аударайық. Ол яғни the артиклі. Анықталған дегеніміз, яғни сіз не туралы айтып тұрғаныңызды тыңдаушы біліп тұр. Мен сізге бір мысал келтірейін. I have a cat. The cat is white. Бұл жерде нені байқадыңыздар? Қараңыздар, мен I have a cat, менде бір мысық бар. Кейін тыңдаушы менің мысық жайлы айтып жатқанымды біледі. Кейін мысық сөзін екінші рет қолданғанда маған a артиклі емес, the артиклі керек. The cat is white, the cat is black және тағы да басқалары. Және де the артиклі біз нақты не туралы екенін тыңдаушы біледі дедік. Мысалы, екі сөйлемді салыстырып қарайық. I have a car, менің көлігім бар, немесе I'm going to wash the car, мен көлікті жуайын деп жатырмын. Демек, тыңдаушы қай көлік екені туралы нақты біледі. Демек, the артиклі ол нақтылық. Және сізге тағы бірнеше мысал келтірейін. Мысалы, бөлмеде 3 терезе бар. Сосын сіз айтасыз досыңызға, can you open a window? 3 терезенің кез келген бірін аша саласың ба? Can you open a window? Ал егер бөлмеде тек қана бір ғана терезе болса, яғни сіз нақты бір терезені айтып тұрсыз, Can you open the window? Сол сияқты, can you open the door, please? Тек қана бір ғана есік тұр, сондықтан біз the артиклін қолданамыз. Ал егер бөлмеде екі есік тұратын болса, онда сіз кез келген бір есікті can you open a window деп айта аласыз. Демек, сіздерге түсінікті деп ойлаймын, Жалпы енді the артикліне қатысты ереже көп. Біз келесі сабақта the артиклін өтуді, сонымен қоса артикль қолданылмайтында жағдайлар өте көп болады. Ал әзірше осыны еске сақтап алайық. Яғни, артикльдерді біз тек қана зат есімдермен қолданамыз. артиклін біз тек қана зат есімнің жекеше түрімен, формасымен, сонымен қоса ол зат есім саналатын зат есім болу керек. Ал the артиклі біз нақты бір нәрсе, бір зат туралы айтып тұрғанда қолданамыз. Жалпы достар, енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ал енді әдеттегідей тест жұмысы. Экранның алдында сіздерге тест берілген, және де сіз a немесе the артиклін қоюларыңыз керек. Mark and Mary have got 2 children. Достар, бұл жерде назар аударыңыздар. Бұл жерде children дегеніміз балалар. Яғни, children сөзінің жекеше түрі child, бала. Және де мына жерде 2 сан есімі тұр, Егер мысалы 2, 3, 4, 5 кез келген сан есім тұратын болса, онда a артиклі мүлде қажет емес, Себебі a деген біреу, ал бұл жерде 2 деген сан бар.
сондықтан артикль қолданбаймыз. Және де children сөзі көпше түрде тұр. Жалғастырамыз. A boy and a girl. Және де қараңыздар, boy сөзін екінші рет айтып тұр әңгімеде. Демек, the boy is 7 years old and the girl is 3. Сонымен қоса, Mark works in a factory. Ол кез келген бір фабрикада жұмыс жасайды. Works in a factory. Келесі, Mary hasn't got a job at the moment. Мұнда оның жұмысы жоқ. Достар, бүгінге осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз артикльдерді оқуды жалғастырамыз. Және де егер сізде сұрақтар болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!